Қалайсыздар, құрметті шәкірттер? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін Құрманғазы атамыздың адай күйін үйрететін болам. Бас жағын бір рет тартып көрсетейін. Осылай кете береді. Бізде адайдың негізі кәсіби домбырашыларға қиынға соғатын жері мына жері. Көбісі былай алады. Көрдіңіздер ме? Ол кезде арасындағы ноталардың байланысы үзіліп кетеді. Тоқтап сөйлеген сияқты болады. Мен сіздерге мысалға бүгін домбыра сабағын өтеміз. Адай күйін деген сияқты. Енді бұл сөйлем байланысу үшін міне лига и немен вибрациямен сөйтіп жалғап кетеміз. Ал кеттік, бірінші сабақтан бастайық. Адай күйінде қандай қағыстар кездеседі? Төмен жоғары алма кезегі, яғни төмен, міне төмен жоғары, төмен жоғары. Қарапайым осы қағыстар кездеседі. Одан кейін бір төмен үш жоғары қағыстар. Одан кейін ерке сылқымдағыдай, міне тарарам пам пам, бес қағыс. 1 2 3 4 5 жиі кездесетін қағыс. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3. Дәл осылай қағыстарды бірінші жаттап алыңыздар. Міне 1 2 1 2 алма кезек қағыс, одан кейін бір төмен үш жоғары қағыс. 1 2 3 4 1 2 3 4. Үшіншісі 1 2 3 4 5. Дәл осы қағыстар адай күйінде кездеседі. Енді екінші пернеден адай күйін бастаймыз. Бізде домбырада 5 саусақ деген ұғым жоқ. Бармақтан басталады. Бармақ 1 2 3 4. 4 кішкентай саусақ. 1 дегеніміз сұқ саусақ. Сұқ саусақты екінші пернеге қоямыз. Төмен қағыс жасаймыз. Одан кейін ашамыз. Қайттан төмен и жоғары. 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 ашып жібереміз. Қайтадан осы қайталаймыз басын. 1 2 1 2 1 2 3 4. Қағысты байқадыңыздар ма? Бірінші алма кезек кетті. Одан кейін барып бір төмен үш жоғары қағыс кетті. Осыны екі рет істейміз. 1 2 1 2 1 2 3 4. Ашып жібереміз. Қайтадан 1 2 1 2 1 2 3 4. Ары қарай ашып ойнап біткеннен кейін барып көрдіңіздер ма? Міне біріншісінде, екіншісінде соң жабамыз. Бармақты екінші перненің, яғни бірдің үстіне тура бармақты жауып қаламыз. Ары қарай 1 2 3, міне 1 2 3 пернені айтам енді. 3 2 3 перне. Жаңа санаулы ойнап отқан, енді пернені қазір. 3 2 3 2 2 қағысқа мән беріңіздер. 3 2 3 2 2 и қайттан 1 2 3 жабамыз. 4 қайтадан 3 2 3 2 2 1
ашамыз міне. Екінші пернені басып тұр. Көрдіңіздер ма? Қайттан басынан жай ойнап көрсетемін осы жерде. Қазір татқан жерімізді. Екіншісі. Жабамыз. Енді үшінші перне. 3-2-3-2-2 ашық жоғары. И жабамыз қайтадан 3-2-3-2-2 ашамыз. Бітті. Осыны қайта-қайта қайталаңыз. Бұл бірінші бөлімнің бастапқы буыны. Ары қарай жалғастырамыз. Енді екіншісі 7-тен басталады. 7-5 мен жылдам тартып көрсетемін қазір. Бұны біреулер былай ойнайды. Бұл дұрыс емес. 7-5 міне 7-5-7. Енді 5-7 төмен 3-ке бармақ тұра береді 5-те. Пам-пам. Көрдіңіздер ма? 7-3 ауысты бармақпен екінші саусақ 3-ке. Екінші пернеге. Қайтадан 7-7. И 5-7. 3-ке. 3-3. 2. 7-7 қайтадан. Бұл жерінде көпшілік адайды үйренетін оқушылар, тағы да басқа домбырашылар былай тартады. Бұл мүлде дұрыс емес. Кәсіби адай күйін орындап жүрген домбырашылар бұлай мүлде орындамайды, байқасаңыздар. Құрманғазы оркестрінде, немесе Отырар саз оркестрінде, консерватория қабырғасында оқып жүрген студенттер, немесе колледж қабырғасында оқып жүрген студенттер бұлай үйренеді. Көрдіңіздер ма? Бірінші 7, 7, 9, 7, 9, 5, 2, 3, бірдей жабамыз. 3, 2, и 5-тен 7-ге. Тарарам. И 7-7-ні 3-ші және 4-ші саусақпен басып үйретіңіздер. Міне. 4-ті астына қоясыздар, 3-ті үстіне қоясыздар. Бір перне екеуі де. Міне. 5, 7, 5, 7, 7, и 2-ге. Ашып өреміз, и ары қарай. Қайттан басындағы. Ең басындағы. Сонда қазір сіздің үйренгеніңіз ең басындағы әуен міне. И жабамыз. Екінші әуен 7-ге. Қайталау. Енді 7-тен 9-ға. 5, 2, 3, 2, 5-тен 7, 7, и 2-ге. Ашып өреміз. Болды, бүгінге осы сабақ жетеді. Біздегі қағида аз-аздан үзіксіз тоқтамай үйрену. Осылай кішкентай буын-буынға бөліп үйренеміз, сонда сізге жаттауға да, тартуға да оңайға түседі. Маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Маған деген рахметіңіз сол болсын. Жақсы, келесі сабақта кездескенше.